не болады екен, біздің тағдырымыз ешкімге керек жоқ. Сонда біз мына ел басына керек жоқ болса, министрларға керек жоқ болса, депутатқа керек жоқ болса, мына қазақ елімін, өзіміздің қазағымызға керек жоқ болса, сонда біз кімге керекпіз? Кімге керекпіз? Соны айтыңдаршы. Біз осы қандай болсақ, жаман болсақ та, жақсы болсақ та, осы Қазақстанның солар секілді біз де азаматтары емеспіз бе, азаматшалар емеспіз бе? Біздің құқығымыз жоқ па? Таза ауада, таза жерде, тыныштықта өмір сүру біздің құқығымыз жоқ па? Енді мынау қашанғы болады, ана Тоқаев мырзаға айтарым, шет мемлекетке барып, қыдырып, анда барып, мында барып жүрсіз ғой, ана мемлекет мәселесімен бір жарты сағатқа келіңізші, вертолетпен ұшып осының үстіне келіп көріңізші өзіңіз. Келіп көріңізші, халық қандай жағдайда тұр, мынау қандай мәселе екенін. Жарты сағатқа халықты ескертіңіз, халық барсын сол жерге, сіздің уақытыңыз жоқ болса, соға жарты сағат уақыт келіп, анан жаңа өз көзіңізбен көріңіз, қандай хайуандық методпен қалай істеп жатқанын көріңіздер. Халықтың мұң мұқтажын тыңдайтын біреу бар ма, жоқ па осы азаматтар? Қашанғы біз өстіп қиналып отырамыз? Айтарым осы, рахмет.